Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü sabahımızın negizgi taqribi dua. Dua ne? Қалай істеліну керек? Әдебі не? Дұғада артық кетуге болады ма, болмайды ма? Бұған бір тыйым бар ма, жоқ па? Осы мәселелерден сөз қозғауға және де осы сабақты өмірімізде амалға асыруға тырысамыз иншалла. Аллах тағаланың пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам былай бұйырды: «Инналлаха ла янзуру иля суарикум ва амваликум, валакин янзуру иля кулубикум ва а'маликум». Аллах тағала адам баласының түріне, немесіне, мал дүниесіне қарамайды. Аллах тағала адам баласының істеген салих амалдарына қарайды. Енді сіз бенен бізде бір іс қимыл бар. Біреуден жалынып сұрау, біреуден бір дегені талап ету деген бір мәселе бар бізде. Егер бір адам барып, бір мәкеден, бір жәкеден өзіне ақша сұрайтын болса, бұл іс қимылы амал болып саналмайды. Бірақ осы сұрау мәселесін Аллах тағаладан сұрайтын болса, қолын жайып тұрып: «Ей Раббым, маған пәлен түген нәрсені бер» дейтін болса, бұл екінші істеген нәрсесі амал болып есептелінеді деген. Бірінші, адамнан сұрану бұл қимыл, ал қимылды амалға айналдырудың жалғыз сөз не екен? Сөздің басында Аллах тағаладан сұрау және де Аллах тағаланың сөзімен сөйлеу екен, қадірлі жамағат. Білесіздер, қайтпайтын дұғалар бар. Әке шешенің балаға істеген дұғасы, немесе сапаршы адамның дұғасы. Соның үшін мына хадис шарифті сіздер менен бөліскім келіп отыр. Ридар Рабби фи ридал валид. Аллах тағаланың разылығы бұл әке шешенің разылығында дейді. Және де ва сахатул Рабби фи сахатил валид. Әке шешенің ашуы бұл Аллах тағаланың ашуы болып қалады деген. Қараңыздар. Біз әке шешелер разы болмасақ, Аллах тағалада ол перзенттен разы болмайды екен. Енді бұдан біз нені шығарамыз? Кейбір уақытта бір әке шешелер балдарының кішігірім бір қатесіне байланысты: «Мен сені ақ қылдым, үйден шығып кет» дегендей сөз қолданады. Бұл сөз ол балаға бір дұға ретінде барады екен, және де ол баланың дүниесі және ақыреті көгермей өтіп кетеді екен. Бұл хадистен жолға шығып біздің шығарған бір сабағымыз. Неге? Себебі әке шешенің разылығы бұл Алланың разылығы екен. Егер діни тұрғыдан бір нәрсеге қарсы шық демеген болса, әке шешесін ашуландырған болса, Аллах тағаланы ашуландырған болып есептелінеді екен. Соның үшін балдарымызға ашуланатын уақытта оларға бүйтіп айтқанда қарғыс тигізетін бір дұға істемейік, қадірлі жамағат. Неге? Оның дәлелі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай бұйырды: «Саласу дааватин юстажабу лахунна». Бұл үш дұға деді, қабыл болады. Бұл үш дұға қабыл болады. Кімдердің дұғасы? Ла шакка фихинна. Және де бұл үш жағдайдағы дұғалардың қабыл болмайды ау дегенде бір күмән жоқ. 100% қабыл болады дейді. Біріншісі, дааватул мазлум. Бір адам зұлымдық көріп жатса, сол жерде, сол мезетте дұға қылса, өзіне зұлымдық істеп жатқан адам үшін, бұл дұға қабыл болады екен. Қабыл болғандағы жағдайларда сабағымыздың жалғасында айтып өтеміз. Ва дааватул мусафир. Білесіздер, оқуда жүрген жігіттерге жан жақтан ауызашарлар беріледі. Немесе қажылықта жүргендерге не деп айтылады? Біз үшін дұға қылып қой дейді. Неге? Оның дәлелі мынау екен: мүсәпір адамның дұғасы қабыл болады екен. Ол қиыншылықта, ол бөтен жерде жүр. Және де ол барған кезінде жолға шығудан бұрын Аллах тағаланың разылығы үшін деп шығатын болса, барып келгенше періштелердің қанатында жүрген болып есептелінеді. Қараңыздар, мүсәпір адамды да ренжітуге болмайды екен. Бұлардың арасында әйел қауымы келеді. Біздің жарларымыз үйдегі бізге аманат, әрі біздің үйдегі келген бір мүсәпір болып есептелінеді. Біз ол кісіні ренжіттік, ақысын бермедік. Алла сақтасын, артықта кеттік, ұрдық. Ол бір әдемілеп дұға қылды, бәддуа дейді. Сіз бенен біз көгермейміз. Неге? Мүсәпір адамның дұғасы қабыл болады. Және де жанында не бар? Ол мазлум ол жерде. Зиян көріп отыр. Осы нәрселерге мән беруіміз керек екен, қадірлі жамағат. Үшіншісі,
ve da'vatul validi li waladihi. Әкенің, ананың ұрпағына қылған дұғасы қабыл болады екен. Бұл жердегі дұғадан мақсат, жақсылық тілеп істелінген бір дұға, ол оңбасын, көгермесін деп істелінген бір дұға. Бұл да біздің жастарымыздың құлағына бір алтын сырға. Өзімізден кетіп, әке-шешемізге қарсы шығып, өзім білем деп, ол кісілерге ауыр сөз айтып, иығымнан итеріп, тапқан ақшам өзімдікі дейтін болсақ, біз не болады екенбіз? Әке-шешеміздің бір қарғысы екен біздің тағдырымыз шешетін мәселе. Бір қарғысы. Сен ақсың деді, болды. Сіз бенен біз екі дүниеде адам болмаймыз, оңбаймыз. Қашанға дейін? Тірі күнінде әке-шешемізден кешірім сұрамағанша. Неге? Бұл сахих хадис, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұны қайтпайды деп отыр. Және де мына нәрсені біліп қойайық. Лейса минна ман лам ярхам сағирана. Кімде-кім кіші адамдарға, өзінен кішілерге бір мейірім, бір аяныш көзбен қарамайтын болса, кішіден мақсат, жасы кіші болуы мүмкін, өзі кіші болуы мүмкін, немесе бізден әлсіз әйелдер болуы мүмкін. Осылардың барлығы кіші болады. Уайуаққир кәбирана. Кімде-кім кішкентайларына, үлкендеріне мейірім көрсетпейтін болса, яғни мейірімнен мақсат не? Аллах тағала бізден күшті, дұрыс қой. Аллах тағаладан біз бір нәрсе сұраймыз, бізге береді. Біз Аллах тағаланың әмірлерін кей уақыттарда орындамаймыз. Намазды әдейі біліп тұрып оқымаймыз. Оразаны әдейі аша саламыз. Қолымыздан келсе, нәпсіміз келсек, жинаға да бара саламыз. Сол нәрсенің бәрін істеген болсақ та, Аллах тағаладан тәубе қылып кешірім сұрасақ, біздің күнәмізді кешіреді ме? Бізге азап бермейді, дұрыс қой. Ал енді біз үйдеміз. Баламыз бар, қызымыз бар, әйеліміз бар, ағамыз бар, анамыз бар. Ол кісілер бізге бір қателік істеп қойғанда не қыламыз? Бір өзіміз қателік істемеген секілді ол кісілерге айғайлаймыз. Бұл хадисте соған бір дәлел. Кімде-кім өзінен кішілерге, немесе өзінен үлкендерге бір мейірім, бір құрмет көрсетпейтін болса, ол бізден емес деді. Ал егер біздің баламыз, біздің әкеміз, немесе біздің көршіміз қатыгез адам болса, оны дұрыстаудың жолы ұру емес, теу емес, дұға екен. Бұл дұғада көп нәрсе бар екен. Сұрақ туындайды. Азаннан бері айтып жатқан бұл дұғамыз не? Дұға деген не? Мағынасы бар ма? Сондай бір дұға істеуді үйретіңізші ұстаз. Қабыл болсын. Дүниеде, ақиретте. Дұғаның сөздік мағынасы, қадірлі жамағат. Бір нәрсені шақыру, бір нәрсені қалау, немесе бір нәрсені талап ету. Осы дұға болып қала деген қадірлі жамағат. Және де дұғаның терминдік мағынасы құлдың бүкіл сезімдеріменен, шынайы бір түрменен, шынайы бір жағдайменен бүкіл денесін, ойын Аллах тағалаға бұруға дұға деп айтылады. Дұға деген осы нәрсе. Дұғада сондай бір нәрсе бар, өзіміздің әлсіз екенімізді, Аллах тағаланың бізден ұлық, күшті, және де біздің Аллах тағалаға мұқтаж екенімізді көрсететін нәрсе бұл дұға. Дұға деген осы болып келеді екен, қадірлі жамағат. Және де Аллах тағала Бақара сүресінің 186 аятында біз Құранға сүйеніп айтып отырмыз. Аллах тағалаға мені жақындататын ең жеңіл амал не? Деген уақытта бізге жауап. Құлдардың Аллах тағалаға жақындауына ең жеңіл себеп болатын амал бұл дұға екен. Біз дұға қылғанда ғана Аллах тағала ең жақын болады екенбіз. Шынайы дұға қашан болады? Жұрттың ішіндегі дұға болмайды. Шынайы дұға тахаджудке тұрылады, бас сәждеге қойылады. Аллах тағалаға мадақ пен тасбих айтылғаннан кейін жүректен сондай жылаулар шығады. Біз ер адамбыз, көп жылай алмаймыз. Бірақ ана уақытта бір жылда күнде әрекет қылған адамның өзі де бір жылда ер адам бір 3 рет қана жылай алады, ұзағы. Бұл да біздің шынайы дұғамыз, шынайы құлшылығымыз болып есептелінеді деген қадірлі жамағат. Бақара сүресінің 186 аятында Аллах тағала былай бұйырды. Құлдарым мені саған сұрайтын болса, мен оларға жақынмын. Маған дұға еткен уақыттарында дұғаның жауабын беремін. Олай болса, құлдарым менің шақырған дағуатыма келсін, және де маған сенсін, және де тура жолды таусын деді. Бұл да дұға бізді Аллах тағалаға жақындататын амалдардың біреуі. Дұға дегеніміз не деген уақытта? Дұға дегеніміз ғибадаттың негізі. Сұрақ сұралады. Сонда дұға бір ғибадат, намаз бір ғибадат па? Иә. Намаз бөлек бір ғибадат. Дұға бөлек бір ғибадат. Бірақ намазсыз дұға, дұғасыз намаз болмайды. Біз дұғаны
не намаздың басында, не намаздың соңында істеуіміз керек екен. Бұны бір қажылық мысалымен беруге тырысып көрейік. Қажылыққа барған адамдар болатын болса, Арафатта тұру қажылықта, үлкен қажылықта парыз. Ең аз 1 минуттың мөлшерінде Арафатта біз тұруымыз керек, тоқтауымыз керек. Ал қажылықтың жалғыз парызы бұл ма? Жоқ. Қажылықтың тауаф дегенде бір парызы бар. Тауаф дегеніміз не? Кабаны 7 рет айналып шығуға тауаф деп айтылады. Сол сияқты дұға ету де намаздың бір бөлігі. Яғни ғибадат болып саналады екен, қадірлі жамағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деді: әрбір жұмыстарыңда дұға қылыңдар деп айтты. Не үшін? Бұны ескен айтады Абдуллах ибн Омар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл жұмыстарында дұға қылуға тырысты. Және де бізге осыны өсиет етті. Мен де осыны білгеннен кейін, егер аттың үстіне мінетін болсам, былай дейтін едім: Аллахым, барып келетін сапарымды жеңіл қыл. Атымның жүретін жерлерін өзің зиянсыз қыл деп дұға қылдым. Осы дұғалардың арқасында көптен көп жақсылыққа ие болдым дейді. Бұл дұғаның бізге беретін бір пайдасы екен. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Айша анамыз айтады пайғамбарымызды: қысқа да нұсқа, бірақ анық дұға қылуды жақсы көретін еді дейді. Созып дұға қылу емес, қысқа, нақты сұрағымыз келген нәрсе не? Жәннат па жәннат, тозақтың отынан сақтану ма, тозақтың отынан сақтану, дүние ма дүние, ақырет па ақырет, осы нәрсе екен. Нақты қысқа дұға. Мысалы, Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар. Аллахым, дүниеде жақсылық бер, ақыретте жақсылық бер, бізді тозақтан сақта. Анық болды. Осындай дұғаларды қылғанды жақсы көреді деді. Саад бин Абу Ваққас айтады: күндердің бірінде баламның былай дұға қылғанын естідім дейді. Раббым, маған жәннатты нәсіп ет, жәннаттың ішіндегі нығметтерді нәсіп ет, жәннаттың ішіндегі хурилерді нәсіп ет деп бүкіл нәрсені сұрады дейді. Және де маған тозақтың отынан мені сақта, тозақтан сақта, тозақтың ішіндегі денеге берілетін азаптардан сақта деп бүкіл нәрсені жеке айтты дейді. Бұл дұғасын ескеннен кейін мен айттым дейді: ей ұлым, сен бұлай дұға қылма. Себебі мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дұға қылған уақытта өзінен кетіп қалатын және де өзіне керек емес нәрсе сұрайтын қауым келеді дегенін естідім. Сен де олай сұрама. Егер сен жәннатты сұрайтын болсаң, жәннатқа ие болсаң, ішіндегі нығметтерге де ие боласың. Оны айтуың шарт емес деді. Немесе тозақтан сақтануды сұрайтын болсаң, Аллах тағала саған тозақтан ұзақ тұратын бүкіл нәрселерді нәсіп етіп қояды деді. Соның үшін дұға қылған уақытымызда Аллахым маған көлік нәсіп ет дедік қой. Аллахым маған Audi 2022 бір бәле модель. Бұл емес дұға. Дұға деген: Аллахым маған өзіме пайдалы, үмметке пайдалы мал-мүлік нәсіп ет дейміз. Болды. Ар жағында бізге қой береді ма, сиыр береді ма, ешкі береді ма, бәлкім бермей қиямет күніне сақтап қояды ма, ол Аллах тағаланың жұмысы. Біздің жұмысымыз емес. Жар сұрайтын кезде де: Аллахым ұзын бойлы, қара шашты, қара көзді керек емес. Аллахым бізге қияметте де дүниеде де бізді разы қылатын салихалы жар нәсіп. Бітті. Сол әдемілердің ішіндегі салихын бізге шығарып қояды, темам деді. Бұл дұға қылуға өзімізден кетіп қалмауымыз керектігін бізге ескерткен бір оқиға. Яғни дұға сұрадық па, анық болу керек. Череш өзімізден кетіп қалмауымыз керек екен. Нақты, қысқа және де бізге пайдалы бір нәрсені сұрай білуіміз керек екен, қадірлі жамағат. Бұл дұғалардың ішінде мына нәрсе бар. Екі дұғаның арасында 70 есе разница бар екен. Екі дұғаның арасында. Хасан әл-Басри былай дейді: Аллах тағала жүрегінде тақуасы бар және де жасырын ғибадат етушілерді де біледі. Адамдар көрушілеріне білдірмей Құран жаттаса, оны да біледі. Адамдарға білдірмей фиқ мәселелерін жаттаса да, оны да біледі. Үйіне келген қонақтарға көрсетпей түнгі намаздарын оқса да, оның барлығын білуші Аллах тағала деді. Кімде кім? Дауысын шығарып тұрып: Аллахым, маған дүние бер, Аллахым, маған берекет бер деп дауыстап айтқаннан, өзі естімейтін деңгейде, тек қана Аллах тағаланың білетіндей деңгейінде дұға қылса дейді, осы дұғасы дауыстап, айғайлап істеген дұғасынан 70 есе артық болады дейді.
Неге? Бұл дұға деген нәрсе сондай екен, ғибадат екен. Ғибадаттың шынайы немесе рия біреу үшін істелінуі қаупі бар екен. Ал соның үшін біреу істемесін, біреу көрмесін деп өзіміз үшін дұға қылатын болсақ, бұл дұға жасырын болу керек екен. Өзіміз үшін хидаят сұрадық па? Аллахтан береке сұрадық па? Отбасымызға тыныштық сұрадық па? Жекеміз үшін бұл дұға жасырын болу керек екен. Ал бізде ақсақалдарымызға, ұстаздарымызға дұға қылдырамыз. Ашықтан ашық, даусын көтеріліп. Мақсат не? Бұл жердегі дұға жекемізге емес. Бұл жердегі оқиға қатысы жоқ. Бұл жалпы бір дұға. Бұл дұғаға әмин дейміз. Бір дұға қылғанмен, дұғаға әмин деген адамның екеуінің амалы, сауабы бір болып есептелінеді. Бір ұстаздың берген сабағы мен оқушының алған сабағы екеуінің сауабы ортақ болады, бір болады. Осындай мәселелер бар. Сол сияқты жалпыға дұға істелгенде ашықтан айтсақ болады екен, жеке істегенде де ашықтан айтсақ болады екен. Бірақ жасырын айтқанымыз біз үшін абзал екен. Неге? Дұғаның ерекшелігі сол болып қалады екен, қадірлі жамағат. Енді сізбенен біз дұға қылған уақытымызда неге мән беруіміз керек? Бірінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отырған еді, бір адам келді, намаз оқыды, қолын жайды да, Аллахым, мені кешір, Аллахым өзің мені мейірімге бөле деді, Аллаху акбар деді. Болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тоқта деді. Сен асықтың деді. Бір дұғаның қабыл болу үшін Аллах тағалаға мадақ, пайғамбарға салауат айтылып, одан кейін өзіңнің қалаған нәрсең сұралса, ол дұға қабыл болады деді. Екінші бір адам келді, намазын оқыды, Аллах тағалаға мадақ айтты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтты, бірақ дұға қылған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, егер қазір дұға қылсаң, сенің дұғаң қабыл деді. Қараңыздар. Дұғаның да әдебі бар. Кейбір уақыттарда біздің ауылдың тыс жерлеріне барғанда діннен кішігірім ұзақ отбасылар болуы мүмкін. Дұға ал дегенде бітеді. Білмегеннен ол кісілердікі. Аллахым дастарханға береке бер дейді, аумин дейді. Енді мынаны білейік. Бұндай дұға, бірақ қабыл болатын дұғалардың қатарынан емес екен. Неге? Дұғаның ішіндегі Аллах тағалаға мадақ деген кәні. Аллаху акбар, субханаллах, альхамдулилlah. Мысалы, Әбдішүкір ұстазымыз бұлай дұға қылатын еді. Я Рахим, я Ахад, я Самад, я Алим, я Халим, я Али, я Азим, әжирна, я Хай, я Қайюм, бирахметіге я Архамар Рахимин. Аллах тағаланың есімдерін үстіп санап шығатын еді. Біз бала едік, білмейтін едік. Альхамдулилlah, уақыт өтті, кішігірім оқыдық, аз ғана білім алдық. Аллах тағала мадақ айтудың дұғадағы ең маңызды нәрсе екенін міне қазір үйреніп отырмыз. Қараңыздар. Не сұраудан бұрын Аллах тағала мадақ болу керек екен. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауатта айтылу керек екен. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұлай деді. Кімде кімге дұғаның есігі ашылса, және де оған рахметтің есігі ашылса, Аллах тағаланың ең жақсы көрген нәрсесі өзінен тұрақты түрде дұға сұрау, және де ол дұға сұраған уақытта ол дұғаға жауап беріледі, және де бұл дұға бәлелерге қарсы болады деді. Бәлеге. Тұрақты түрде сұрақ сұрау. Дұға сұрау. Енді сіздер менен біздерде сұрақ туындайды. Аллах тағаладан тұрақты түрде дұға қылсақ, 5 жылдан бері дұға қылып жатырмын, бірақ бір нәтижесі жоқ дедік. Қабыл болғатын дұғалардың 3 ерекшелігі бар екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, кімде кім дұға қылатын болса, Аллах тағаланың көп нәрсе істейтін болса, Аллах тағала оның күнәларын кешіреді деді. Ек дұғасын қабыл қылады, істелінген дұғасы күнәсі болып кешіріледі. Сонда сахабалар айтты, олай болса біз көптен көп дұға қыламыз деді. Аллах тағаланың күші жетпей қалуы мүмкін ба деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, сендердің ойлағандарыңда артық деді Аллах тағаланың құдіреті. Енді біз дұға қылдық дүниеде. Бәлкім 10 жылдан бері, бәлкім 30 жылдан бері дүние сұраймыз. Бірақ қолымызға еш нәрсе түскен жоқ. Біз білейік, бұл дұғамыз біздің істеген күнәларымызға каффарат болып жатыр. Істеген бір күнәмізді кешіріп жатыр екен, қадірлі жамағат. Зайд бин Аслам бұлай риуаят қылады. Дұға қылған адамның дұғасы мына 3 нәрсемен 100% қабыл болады дейді. Ол дұғаның тура сол өзі қабыл болады. Ол дұға қиямет күніне ол құл үшін сақталынады. Немесе ол адамның бір күнәсі кешіріледі деді. Бұл жерде мән беріп қарасақ,
әкеге, анаға, байлыққа, қияметке деп тұрған жоқ. Жалпы Аллах тағалаға мадақ, пайғамбарға салауат айтылған. Және де ол дұғаның ішінде туысқаннан, бауырдан бөліну, немесе біреуге бір жаманшылық емес бір дұға болды ма? Осы үш нәрсенің біреуі болады екен. Дұғамыз қабыл болады. Қиямет күніне ол дұғаны бізге алып қояды. Бір күнәміз кешіріледі екен. Бұл істеп жатқан біздің дұғада. Және де хадис шәрифте Тирмизиде өткен дұға деген нәрсе біздің басымызға келген бір бәле-жаланы тоқтатады. Және ихсан, садақа өмірді созады деп бұйырылады, қадірлі жамағат. Мына нәрсені айтып өтейік. Дұға дегеніміз не деген уақытта мынандай болады. Дұғаның шарттары толық болатын болса, ол дұға қанаттанады. Егер қанаттары дұрыс болатын болса, ол дұға аспанға ұшады. Егер де себептері дұрыс болатын болса, ол дұға өзінің негізгі себебіне барады. Егер себептері де дұрыс болатын болса, бас үйі болатын болса, ол дұға негізгі мақсатына жетеді. Бұны өзіміздің тілге айтқан уақытта дұғаның шарты, бірінші маңыз шарты, жүректің тыныштығы, айтылып жатқан сөзге бірінші өзіміздің сенуіміз екен. Жүректің тыныштығы. Енді дұғаның қанаты деген не деген уақытта, ол дұғадағы шынайылық, турылық. Біз Аллах тағаладан қияметті сұрадық, бірақ ашын тілімізбен сұрадық. Бұл дұғаның сізбенен бізге пайдасы жоқ екен. Дұғада туралық болу керек екен. Енді бұның уақыты не? Уақыты таң уақыты екен. Және де дұғаның себептері не екен? Қабыл болу себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат, Аллах тағалаға мадақ екен. Сол уақытта бұл дұға өзінің мақсатына жеткен болып есептелінеді деген қадірлі жамағат. Біз таспих тартып отырмыз. Таравихтарда 4 ракатта бір дем аламыз. Таравихтың сөздік мағынасы бұл дем алу. Оның арасында сізбенен біздің таспих тартуымыздың жалғыз мақсаты таспихтағы дұғаның болуы. Бірінші, Субханил ханналил маннан, Субханил маликид дайян, әл-ма'руф бил ихсан, вәл-маусуфу бил ғуфран. Қараңыздар, Аллах тағала мадақ айтылды, жақсы күнді де білуші, кесіруші дедік. Ла илаха иллаллаху настағфируллах, ва нас'алукал джанната, ва на'уду бике минан нар дедік. Біз Аллах тағаланың бірлігін сұрадық, және де Аллах тағаладан жәннатты сұрадық. Дұғаның соңында Аллах тағаладан тозақтың отынан және де азаптан сақтануды сұрадық. Соның үшін таравихтың өзінде таспихтың соңына айтып жатқан адаммен қосылуымыздың жалғыз мақсаты не екен? Сол жәннатты бізде сұрайық. Сол тозақтан бізде құтылайық. Сол азапты бізде көрмейік деу болады екен. Енді соңғы бір мәселеміз бар, осыны да айтып өтейік. Әке-шешенің дұғасы қайтарылмайды дедік. Зұлымдық көріп жатқан адамның дұғасы қайтарылмайды дедік. Және де мүсәпір болған адамның дұғасы қайтарылмайды дедік. Енді тағы бір дұға бар. Дұғасы қайтарылмайды. Бұл не? Бір адамның бауыры үшін қылған дұғасы, және де бұл дұғадан бауырының хабары болмауы еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам умраға, қажылыққа кетіп бара жатқан сахабаларға айтады екен: біз үшін де бір дұға қылып қой. Бауырдан дұға сұрау қалай болады? Мысалы, бізден біреу умраға кетіп жатса, көке, біз үшін де дұға қылып қойың. Қараңыздар, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннет екен. Біз үшін дұға қылып қойыңыз. Және де кім отырды, өзінің бір кластасы, шын бауыры, немесе сырттан бауыр тұтынған біреу болса, оған дұға қылса: Аллахым, осы бауырымды 5 уақыт намазда өзімізбен бірге мешітте көргім келеді, өзің оған хидаят бер дейтін болса, Аллах тағала бұл дұғаны қабыл етеді екен. Және де дұға қылған адамға да соншалықты сауап береді екен. Қараңыздар. Енді ғиябында бұл дұға жасырын істелу дедік қой. Бұл жасырындық мәселесі қандай болу керек? Дұға қылынып жатқан адамның естпейтіндей деңгейі болу керек. Мысалы, ол бауырыңыз арғы бөлмеде отырған болса, сіз бенен біздің мына жерде істеген бауырымыз үшін дұғамыз қабыл болады екен. Бірақ бір адамның жанында ол адам үшін дұға қылынбайды, іләжі болса. Себебі ол адам кібірленіп қалуы мүмкін, мен бір бәлемін деп қалуы мүмкін. Ал бірақ біреу барса, ұстаз, жолға шығып бара жатырмыз, бізге дұға қылыңыз дейтін болса, бұл нәрсе бар екен. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сапарға шығып бара жатқан сахабаларына дұға қылып қояды екен. Сапарларын жеңіл қылсын, егер соғысқа бара жатқан болса, дұшпанды ұтып қайтсын, өздері олжамен қайтсын, мұсылмандардың, ислам дінінің кең жайылуына нәсіп болсын дегендей дұға қылынады екен, қадірлі жамағат.
Біз бүгінгі сабағымызда дұғаның негізгі мақсатын айтып өттік. Дұға жалбарыну, Аллах тағаладан сұрау. Дұғаны сұраудың шарты не екен? Жүректің тыныштығы, туралық, Аллах тағалаға мадақ, және де дұғада бір бас ию деген мәселе болу керек екен. Уахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Амин. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونحلو ونترك من يفجرك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله